Синан екі жұмысшысын әдейі арандатып кеме айлағында тәртіпсіздік ұйымдастыруды бұйырады. Ол Тахирдің жоқтығын алға тартып, басшысыз қалғандарын айтып, наразылық білдіруін талап етеді. Доған Чавузға Йылмаздың соңғы күндері не істегенін мұқият тексеруді бұйырады. Ол Йылмаздың құпия Қобдишаны жасырып қойғанына сеніп, оның барлық әрекетін бақылауға алуды тапсырады. Сол кезде Синан келіп Доғанға компанияны басқаруды өзіне тапсыруға көндіреді. Алайда Доған бұл жауапкершілікті Синан ағасына беріп, отбасының жаңа басшысы ретінде жариялауға келіседі. Бірақ Бихраммен байланысын үзуді айтады. Синан басшылықты қолға алғанына қуанып, Бихраммен байланысын үзгенін айтып, Доғанның сеніміне кіреді. Ал Синан Бихрамға хабарласып, өзін хан Жоғлу әулетінің жаңа басшысы етіп жариялайтынын айтып, қуанышты жаңалығымен бөліседі. Генджо мелекке барып келген үшін Бихрамнан таяқ жейді. Бихрам оған хан Жоғлу әулетімен жауласып жүргенде махаббат туралы ойлауға болмайтынын айтып, мелекке деген сезімін ұмытуын талап етеді. Чағла сылтаумен Йылмазға кеме айлағындағы маңызды қателікті айтып, компанияны шығыннан құтқарады деп жасырын оның қалтасынан көліктің кілтін алады. Риза болған Йылмаз оны кешкі асқа шақырады. Чағла келісіп Йылмаздың көлігіндегі мекен-жай картасын байқап, Доғаннан бұрын өзі құпия Қобдишаны табуға кіріседі. Сифа әпкесіне тілші Дидемнің уақытша еліне кетіп қалғанын айтады. Мұны естіген Алтын қуанып Дидем бізден қорқып қашып кетті деп ойлайды. Бөлмесіне кірген Алтын күйеуін жігерлендіріп, енді оның хан Жоғлу әулетінің жаңа басшысы болатынын айтып, қайнатасының бағалы жең түймесін күйеуіне тағып, жаңа басшы ретінде көрсетуге үндейді. Кешке хан Жоғлу әулеті жиналып, дұға жасағаннан кейін Синанды ресми түрде әулеттің жаңа басшысы етіп жариялайды. Синан әулеттің амандығы үшін адал қызмет етуге ант береді, ал жақындары оны құттықтайды. Түн ішінде Чағла әкесін кім өлтіргенін білу үшін жасырын Йылмаз жасырған құпия Қобдишаны іздеп көрсетілген мекен-жайға келеді. Алайда күзетшілер оны ұстап алады. Сол сәтте Доған келіп күзетшілерді жеңіп, Чағланы құтқарады. Ол Чағланың мұндай қауіпті іске жалғыз барғанына ашуланып, өз бетінше әрекет еткеніне наразы болып, үйіне қайтуын сұрайды. Бірақ Чағла құпия Қобдишаның ішінде Тахирге жасалған қастандықтың сыры болуы мүмкін екенін айтады. Чағла мен Доған Йылмаздың барлық құжаттарын ақтарады. Ол Доғаннан әкесінің қандай құпияны жасырғанын сұрайды. Доған шындықты әзірге айта алмайтынын, бірақ 25 жыл бұрынғы құпия ашылса, бәрін өзі түсінетінін айтып, екеуі құпия Қобдишаны іздеуді жалғастырады. Синан ес-түссіз жатқан әкесінің қасына келіп, өмір бойы оны бағаламағанын айтып өкпесін шығарады. Ол Доғанға арналған әулет басшылығын өзі тартып алғанын айтып, енді барлық билік өз қолында екенін білдіреді. Гүлшан мен Сифа некеден кейін алғаш рет бір бөлмеде қалмақ болады. Алайда Сифа жақындай бергенде Гүлшан құмырамен оның басынан ұрып жарақаттайды. Айғайды естіген үйдегілер жиналып қалады. Сифа ашуланып мені өлтірмек болды деп айыптайды. Сол кезде Синан араласып, жанжалды тоқтатып, Гүлшанды тыныштандыруды, ал Алтынға Сифаның жарақатын қарауды тапсырады. Түн ішінде Махинур Синанның үйінің маңына келеді. Синан Махинурды көріп, көп жылдан кейін махаббатымен кездескеніне қуанады. Оларды сырттай бақылап тұрған Бихрам Махинурды Синаннан қызғанып ашуланып тұрады. Махинур сөйлей алмағандықтан қағазға менен аулақ жүріңдер деп жазып көрсетеді. Сол сәтте Синанның қызы әке деп келіп, ертегі айтып беруін сұрайды. Синан онымен сөйлесуге тырысқанымен, Махинур Синанның қызын көріп кетіп қалады. Үйіне келген Махинур айнаға қарап, өткен өмірін есіне алады. 20 жыл бұрын Бердан түрмеден оған хат жіберіп, қайда көшіп кеткенін тауып алғанын білдіреді. Мұны оқыған Махинур қатты күйзеліп, үрейден өз шашын қырқып тастайды. Йылмаз Доғанның осында екенін біліп адамдармен келеді. Алайда Доған мен Чағла құпия Қобдишаны тауып, қоршаудан асып үлгереді. Доған мен Чағла құпия Қобдишаны ашып, ішінен құжаттар мен түбіртектерді табады. Ең маңыздысы ішінде Юсуфқа қатысты аудиожазба болады. Бірақ оның қуаты таусылып, ескі болғандықтан бірден іске қосылмайды. Сондықтан екеуі аудиожазбаны жөндеуге кіріседі. Сифа әйелінен көңілі қалып, қызметші қызды сүйіп алады. Мұны көрген Гүлшан өз бөлмесіне кіріп, күйеуін сүйетінін жазып хабарлама жібереді. Бихрам ақыры Тахирдің қымбат көлігін алып, сол көлікпен Махинурға ресми түрде құда түсуге бармақ болады. Сол кезде шемшектің адамдары келіп Бихрамнан Синанға қатысты суретті сұрайды.
Тахирдің әпкесі мен әйелі оның жанында Құран оқып, Алладан шипа тілейді. Сол сәтте Тахир есін жиып көзін ашады. Мұны көрген жақындары қуанышқа бөленіп, әулет басшысының оянғанын сүйіншілейді. Доған аудиожазбаны қосқанда Тахир мен Ахмет әдейі Берданды түрмеге жаптыруды жоспарлағаны әшкере болады. Мұны естіген Чағла Бердан мен Юсуфтың оқиғасын сұрайды. Доған бәрін түсіндіретінін айтып, алдымен қауіпсіз жерге баруды ұсынады. Осы кезде қарулы адамдар оларды қоршауға алады. Доған Чағлаға қашып кетуді бұйырғанымен, ол оны жалғыз қалдырмайды. Қылмыскерлер Чағланың басына қап кигізіп, күштеп алып кетеді. Доған оны құтқармақ болғанда, қаскөйлер оны ұрып есінен тандырып, құпия қобдиша мен аудиожазбаны алып кетеді.